Мына мозговойды мен 3 апта бердім балама. 3 аптаның ішінде 5 жыл сөйлемеген балам папа деген сөз айтты. Қазіргі таңда 3 әріпті анық айтады. Болмайды деген сөз қосылды. Гиперактивный, өте қатты гиперактивный болған, сол басылды. И сосын ұйқысы реттелді. Күндіз 3 сағат ұйықтасын, 5 сағат ұйықтасын, обязательно түнгі сағат 11 ұйықта қалады ғой. Вот представляете? Не сөйден бересіз бір күнде? 2 рет беремін. Таңертең ашқанға беремін, и ұйықтар кезінде беремін. Оның ішінде капсула, кәдімгі жұмсақ. Мысалы мен балам жұта алмайды да, ақырын тез жерімді, ішінде жыртқыс бар ғой, соны неге тамызып, қасыққа, жұртке ауылына құямды, су беріп жеріміз. Спокойно ішеді, тіркенбейді, жыламайды, бақырмайды. Нашан аузында аш десең бұл ашып жүріп келеді. Дәмі приятный. Қатты майлы емес, ащы емес, тұщы емес, например, маған өзімнің бұрыннан араласып кеткен досым предлагать еткен болатын. Сенің балаңмен сыналып жүргеніңді білем, балаң тасып жүргеніңді білем, осының алған разылық үшін сен балаңа берем деді. Сосын давай дедім, егер де шынымен де бұл балама көмектесетін болса, қанша ананы білем, дәп өзім сатып қиналып жүрген. Соны бәрін айтамын дедім. Енді уәдемде тұрып жатырмын.